Сәлеметсіздер ме 5 сынып оқушылары? Бұл сабақта біз сіздермен English plus 5 Workbook Unit 3 Language Focus There is, there are, some and any сөздерін болымды және де болымсыз сөйлемде қолданылу бойынша берілген жаттығулардың жасалу жолымен және де жауаптарымен таныс боламыз. Page 19, 19 бет. Сабақта бастамас бұрын келесі сабақты жіберіп алмау үшін осы каналға тіркеліп, егер сабақ ұнаса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Now let's begin exercise 1. Choose the correct words. Сіздерге сөйлемде қарамен берілген сөздер берілген, яғни some және де any. Some және де any сөздерінің айырмашылығы, some деген сөзді біз тек қана болымды сөйлемдермен қолдана аламыз. Any сөзін болымсыз немесе сұраулы сөйлемдермен қолданамыз. Ал енді толықтырайық. Және де there is дегеніміз жекеше түрде, there are-ны көпше түрде қолданамыз. Yes? There are some good shops in Astana. Астанада бірнеше жақсы дүкендер бар. Second, there aren't any cars on this island. Бұл аралда ешқандай көлік жоқ дейді. The third, there is a great museum in Almaty. Алматыда керемет музей бар. The fourth, there are some hotels near the cinema. Кинотеатрдың қасында бірнеше қонақ үйлер бар. Fifth, there are some big houses in my town. Менің қалашығымда бірнеше үлкен үйлер бар. There is a popular restaurant near here. Осы жерге жақын жерде танымал ресторан бар. Seventh, there isn't a school in your town, in your street. Сенің көшеңде мектеп жоқ. Eighth, there aren't any cafes at this airport. Бұл аэропортта, яғни бұл әуежайда ешқандай кафе жоқ дейді. Now exercise 2. What's the problem? Complete the sentences with as, isn't, are or aren't and a, some, any деген сөздермен сөйлем құрастыруымыз қажет екен. Мына берілген сөйлемдерді толықтыруымыз қажет суреттерге қарай отырып. Яғни қандай мәселе бар? There isn't a park. Яғни бұл жерде парк жоқ емес. Next, there are some big dogs. Ол жерде бірнеше үлкен иттер бар. Жауаптармен there are some big dogs. Next, there aren't any cars. Ешқандай көлік жоқ. There is a noisy cat. Яғни шулы мысық бар. There isn't a teacher. Бұл жерде мұғалім жоқ, балалар шулап жүр. And the fifth, there are some terrible singers. Бұл жерде бірнеше қорқынышты әншілер бар екен. Now, exercise 3. Look at the pictures A and B. A және B деген екі суретке қара дейді. What are the differences? Қандай айырмашылықтар бар? Write sentences using there isn't, a and there aren't any. Яғни A суретімен B суретті салыстыра отырып, B суретінде не жоқ екенін жазуымыз қажет. There isn't деп біз жоқ бір ғана затты көрсете аламыз. There aren't any деп жоқ бірнеше затты көрсете аламыз. Yes? Сонымен қандай сөйлем құрастыруға болады? Суреттің ғимараттар немесе заттардың несі кішкентай екен, менің көзім жеткенше осы сөйлемдерді құрастырдым. There isn't a cinema. Бұл жерде, яғни B, екінші суретте кинотеатр жоқ. There aren't any cafes, ешқандай кафе жоқ. There isn't a hotel, қонақ үй жоқ. There aren't any cars, ешқандай көлік жоқ. And there isn't a disco, яғни дискобар жоқ деп сөйлем құрастырсаңыздар болады. Яғни көздеріңіз жететін болса, тағыдан сөйлем қоссаңыздар болады. Осымен 19 беттегі workbook бойынша жаттығуларды орындап біттік. Егер сабақ сіздерге пайдалы болса, видеоға лайк басып, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Goodbye.